Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте дамды болып шығатын жареный пельменнің жасалу жолын көрсететін боламын. Өз қолыммен түйіп, сіздерге ерекше рецепт дайындадым. Керекті мөлшерде тестамызды илейтін боламыз. Суға жұмыртқа, тұз қоссаңыз болды. Ұнды қосып, осылай тестамызды илейтін боламыз. Мен бұл жерде 2 зуала теста илеп жатырмын. Егерде сіздерге 1 зуала жетсе, 1 зуаланы да илеп жасайсыздар. Егерде теста жасап түйгілеріңіз келмесе, дайын пельменді сатып алып, сонымен жасап көрсеңіздер де болады. Жақсылап июін қандырып, илеп болған соң 2 бөлікке бөліп, зуалалап қойып қоямыз демалуға. Қамырымыз демалып, біраз тұрған сайын кейін жайылғанда әдемі болып жайылады. Видеоны соңына дейін көріңіздер және каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алда бұдан да қызықты рецепттер болады және достарыңызбен бөлісіп, қазақша контентті осылай қолдай аласыздар. Каналымнан қандай рецептілерді көргілеріңіз келеді, соны да пікірге қалдыра кетіңіздер, мен міндетті түрде оқитын боламын. Міне енді біз начинкасын дайындап жатырмыз. Осылай пиязымызды майлап, турап немесе блендерден өткізіп аламыз. Және фаршымызды қосып, тұз, бұрышымызды дәміне қарай қосып, бәрін жақсылап араластырып алатын боламыз. Пельмендеріміздің барлығын түйіп болдық. Осылай көп түйіп, жартысын тоңазытқышта сақтап қойсаңыздар болады. Қатырып, енді біз жареный түрін жасайын деп жатырық. Осылай үлкендеу сковородкаға сливочный майымызды ерітіп аламыз. Соған осы пельмендерімізді шетінен салып, қуырып шығатын боламыз. Мен бұл жерде көп мөлшерде істедім. Осылай қуырып алып, бір ыдысқа салып, тағы да қуырып солай жасадым. Көп істейтін болсаңыздар, осылай істеп көрсеңіздер болады. Барлығын қуырып алып, енді қайтадан осы сковородкамызға салып жатырмын. Мен домашний жұмыртқамен істеген соң осылай сап-сары болып шықты. Тестаны илегенде домашний жұмыртқа қостым, сондықтан осындай сап-сары болып шықты. Пельмендерім әдемі болып. Енді осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай 1 стакан су құйып жібересіздер. Енді үстінен осындай сметанамызды қосамыз. Сметанамыз мен осы 200 грамм осының бәрін қостым. Осы сметананы қосып араластырып болған соң, негізі бірден сырды салып демдеп жіберсеңіздер өте жақсы шығады. Осылай астын жай қойып демдеп қойғаннан кейін тамағымыз 15 минутта пісіп қалады. Егерде дәл осы рецептпен жасап көрген болсаңыздар, міндетті түрде комментарий бөліміне қалдыра кетіңіздер. Алдағы уақытта қандай рецептілер күтесіздер, оны да жаза кетіңіздер. Мен сіздерге міндетті түрде кері байланыс қайтаратын боламын. Каналға әлі күнге дейін тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қоюға сіздерге кеңес беремін. Апта сайын жаңа рецептілер шығып отырады. Қызықты рецепттермен бөлісіп отырамын. Каналымда көптеген рецептілер бар. Пирожнылар, дәмді тағамдар, кешкі астар кіріп көрсеңіздер болады. Бірнеше салаттардың рецептісі бар. Сіздер осылайша қазақша контенттің дамуына үлес қоса аласыздар және жақын жандарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыздар. Міне біздің тамағымыз дайын болып шықты. Дәмі өте дәмді болып шығады екен. Егерде сіздер ерітілмелі сыр қосатын болсаңыздар,
әбден керемет болып шығады. Менде бұл жерде сәл сырым ермейтін сыр екен. Сіздер егер ерітілмелі сыр қосатын болсаңыздар вообще күшті болып шығады. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Айтгүл.